Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, қытырлақ, қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен бізге қажетті фаршымызға және де пиязымызды ұсақтап турап, тұзымызды татымына қарай және де жақсы көретін специямызды немесе қара бұрышымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ал достар, видеоны көрмес бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдыңғы жолы көрсеткенімдей, қатпарлы қамырды 5 минутта қолда үйіңізде өзіңіз жасауға болады. Өте оңай дайындалады және де жоғарыға сілтемесін қалдырып кететін боламын. Кіріп қарасаңыздар болады жасалу жолын. Кемінде бір күнге морозильникке міндетті түрде алып қоюымыз қажет. Одан кейін қалаған заттарыңызды, тәттілеріңізді, самсаларыңызды осылай жасай бересіздер. Самсамызды дайындамас бұрын қамырды алдын ала шығарып қоямыз. Ол тез еритін болады. Одан кейін шетінен қажетті мөлшерде кесіп алып, домалатып, осылай жасай береміз. Дәл видеодағыдай етіп. Өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығады. Күтірлеп тестісі. Маған осы тесті қатты ұнады, себебі дайындалу жолы да оп-оңай. Ал оған дейін достар, рецептім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Дайын болған самсаларымызға үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, одан кейін қалаған кунжут немесе макты сеуіп, пісіріп алсаңыздар болады. Мен жартылай ғана кунжут септім, себебі балаларым жақсы көрмейді үстіне бірдеңе сепкенді. Сол үшін осылай ғана жасадым, жай ғана пісірдім. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп дайындап аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын болды, өте тез жасалады және де тез желініп қалатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.